Қымбатты достар, бүгін 12 маусым 2020 жыл. Біз 2020 жылдың 11 маусымында Елжан Амантайұлымен сұхбат жасадық. Сол сұхбат барысында ол кісі уәде еткен болатын. Коронавируспен ауырып жатқан науқастарды көзбен көресің және түсіресің деп. Сол науқастардың жағдайын көзбен көру мақсатында осы жаңадан салынған модульді ауруханаға келіп тұрмыз. Күтіңіздер. Қазір науқастармен бетпе-бет тілдесеміз. Достар, екі арнайы костюм алдық. Қазір реанимацияға кіреміз. Адамдар көзбен көреміз. Қазір сіздер өздеріңіздің маскаңыздың үстіне мен онда марлевый маска тағып. Үстінен тағып. Үстінен тағып маска. Мен ондай. Соң осыны сақырам. Сонда маңдайымыз барлығы жауып тұрады. Осының үстінен халат киесіз. Халат киесіз, жақсы. Носкиіңіздің шалбардың балықтарын носкиіңіздің ішіне саласыз. Орап өзіңізге ыңғайлы болатындай. Біз келгенімізде бахила дегенде еліктің киімінде. Еліктің ішінде ол? Еліктің ішінде. Барлығына бермейміз, реанимация болғана. Сразу же елік киеміз. Елікті давайте положим. Киіміз, пижама, носкиді, пижаманың балақтарын носкидің ішіне саласыз. Одан кейін елікті киіп аласыз. Еліктің сыртынан келесі сияқты? Жоқ, елікпен ғана жүресіз. Елікті артқа шешіп қалдық кетесіз. Сіз арнайы бір нәрсе береміз. Как не хотела вам эти бассейны набить, потому что грязь зона шыққан кезде аяқ киіміңіз жетпейінше. Болды, да? Так, маскаңызды. Өзіңіз маскаңызды растап қойыңыз. Енді бірінші төтепченіңіз. Вообще, нені платин болғаннан кейін есебіз бар. Мүлде сонда ашық жер болмау керек па? Желательно. Реанимация вообще беттердің немен жауып тастайтындар болады. Пластырмен. Себебі олар пациентке басқа дәрігерге қарағанда пациенттерге тесный контакт у них. Получается, у них есть такие манипуляции, как называется каплеобразующие, аэрозолообразующие. Аллнакин. Аллнакин? Полностью. Әдеттегіде киіп отыр. Бұл хирургический халат аллнакин. Полностью. Осы халаттар негізі жеткілікті ме сіздерге? Қалай? Саны? Иә. Сотрудников? Бүгінгі күнде бізде оборотта 800 костюм бар. Киесіз, шешіп, жуасыз? Шешесіз, да. Қайтадан киесіз, да? Бұл прачечныйда толық өңдеуді өтеді. Получается, жоғары температурада қайнайды? апарғаннан кейін замачивать етеді. Дезрастворда экспозиция деген болады, өзінің уақыты болады, қандай раствордың процентіне байланысты сол растворды ұстайды. Мысалы, жарты сағат болады, 45 минут болады, 1 сағат болуы мүмкін. В зависимости от раствора. Уақытын выдерживать еткеннен кейін стиркаға жібереді. Стиркадан кейін сушка, глажка, все как положено. Полностью обрабатывается. Сіздерде адам қайтыс болды ма шықты? Коронавируста? Болды. Смена бөлігінің керегі ма? Болды. Бірақ әр жағдайды комиссияда шешеді. Основной его причинасы. Сіздерге уже реанимация, отделение заведующего дәрігерлер айтқан дұрыс. Мен өзім все дайын. Енді толық дайын, да? Я толық дайын. Екінші перчатканы киіздер сізге. Бірінші перчатка, получается, киесіз, екіншісі сыртынан киесіз. Енді давайте мобильный колясқа бүгін мобиле жатқан. Мен ойымша осыдан артық жоқ сияқты. Ең қауіпсіз былай. Ең қауіпсіз. Бірақ бұл отделениелерде
FPP2 дегендер қалады. Сіз маман ретінде Ал, айтып тұрсыз, оны дұрыс деп. енді уже қанша жыл Тексерілген. өкіметінде чумахавира кезінде осылай кенет чумахавира деген долго жай аурулар емес, білесіздер. Мына жерін қайда істелетін жеріміз толық жабық тұрады. Мойным ауырды. Иә. И ең соңғысы сыртынан маска тағасыз. Масканы менің очкиді масканың үстінен тағасыз. Сол кезде сіздер бетіңіз толығымен көзіңіз ғана ашық тұрады. Айналып қарасаңыз болады. Қымбатты достар, сабақтастың көмегімен біз қазір толық дайынбыз. COVID-19 жұқтырып, жан сақтау бөлімінде жатқан науқастардың тағдырымен танысамыз. Бізбен бірге болыңыз. Қанша бөлім бар? Барлығы 7, реанимация барлығы бостан 7. 7 бөлім. Это реанимация. Қосымша бөлмелер реанимациямызда суға. Сұрмеңіздермен. Сотканда күн көрмейді соткин. Рұқсат етілген министрдің тапсырмасы. Маликова ма? Маликов па? Журналист. Біздің заведующий ма? Нет, у нас заведующий разрешение есть? Есть. Нам где там? Потом что-то надо делать наружу. Нет, стоп. Вообще кто что стоп? Зашли к Анне Борисовне. Главному врачу. Она была зашли. Дверь откройте, пожалуйста. Сейчас. 20 орындарын алған. Ауырып жатыр, иә, қазір? Я ковид. Мұнда барлығы ковид. Тек қана ПЦР положительный, дәлелденген болған алып келеді. Жасақтау бөлімінде қанша адам жатыр? Бүгін бойынша таңғы 13 адам. 13 адам ба? 13 адам біреу келіп отыр, тағы біреу істі обратно. Бұл бөліміне өзенді арнайы ішіне кіруге бірінші кезекте ол ыңғайсыздау, екінші кезекте өте қауіпті. Сондықтан да қазір жансақтау бөліміндегі адамдарды әйнектің ар жағынан көруге ғана мүмкіндік бар. Өте өкінішті жағдайда жатыр. Сондықтан да сеніңіздер, ковид бар дегенге мен де екі ойлы болатынмын. Бар ма, жоқ па деп. Бірақ бүгін Елжан Амантайұлының мүмкіндігінің арқасында қазір жансақтау бөлімінде нақты аурулармен тексеруге мүмкіндік туып жатыр. Расында оң жағынан қарасаңда, сол жағынан қарасаңда өмір мен өлімнің арасында, үміт пен үрейдің арасында жатқан науқастарды көресіз. Және сол адамдарды ажалдан арашалауға атсалысып жатқан ақ халатты абзал жандардың еңбегі. Жігіттер 6 сағат сайын ауысып отырып, мамандар дәл қазіргі сәтте осы жансақтау бөлімінде 13 науқас жатыр. Иә? Қанша палата бар? Барлығы 20 палата қарастырылған. 20 человек предусмотрено. Екі орындықтар бар. Бір орындық, екі орындық. Орындықтар да бар. Орындықтар бар. Ең мол 2 орындық палата. Дәл қазіргі сәтте өте қиналып жатқан сияқты. Каждый палатаның өзіне тіркелген дәрігері бар. Медбрак немесе санитарлар болады. Күнделікті келіп, арқылық болады. Сол жағдайын тексеріп, мына аппаратта барлық жизненно важный показатель деп айтады ғой, солар көрсетілген, солардың барлығында да қағаздар бар. Тіркейтін.
күнделікті көрсеткіштерге отырады. Егер өзгерістер болса, керек анализдерді назначить етеді. Ол назначение бойынша медсестралар немесе медбраттар қамалады, керек сұйықтықтарды алып, анализдер береді. Здравствуйте. Вы эпидемиолог? Я эпидемиолог, это по Кто? журналисты. Журналисты? Проходили Я хотел с вами. Қандай ем шаралар қолданып Ем шаралар, ем алу, зақымдау. Өкпені аппараттың ем алу. өкпе аппаратта жатыр ғой, иә сонда? Өкпе аппарат жатыр. Біреу инвазивный, біреу неинвазивный. Енді мынандай мәселе әлем ғалымдары нақты емі жоқ деп жатыр да, сіздер солай емдеп жатырсыздар. Ем сол протокол бойынша. Қазақстанда Антибиотик. протокол бар. Протоколдың енгенде жұмысы. Сол протокол. Бұл протокол бүкіл әлемдік практикадан алынды. Жақсы жігіттер, сәттілік еңбектеріңіз жарсын. Қазір не қылмас? Киім отыр ма? Рентген сұрап киімде жоқ. Киімде бар ма? Сөйтіп. Жаңа кісімен сөйлесу болады, аз уақытқа көріністен. Иә. Жаңа бір кісі бар еді, терапевт деп басқаны ауысып кетті ма? Ана жақта дәрігер бар, ол кісі де бірақ келіспейді. Біз енді науқастармен неге тілдеспеді деп айтатын шығарсыздар. Жаңа ниет етіп көрдік, сөйлескісі келмейді. Өйткені енді түсінуге болады, қазір ауыр жағдайда жатыр. Ол кісілердің жан дүниесі қазір қатты ауырып жатыр. Жаны ауырып жатыр. Сондықтан да біз тырысып көрдік, бірақ бетпе-бет сөйлесуге ешқайсының құлқы жоқ. Кеден кетірсек кешірім сұраймын. Не атым аман болады? Аман тасыған деген ютубер, журналист, танисыздар ойлайсыз өзіңізге мәлім шығар. Енді біз осы жағдайды түсіріп жүрміз да қазір реанимациядан шықты, ол кісілер сөйлей алмайды, ауыр жағдайда жатыр. Сіз сендіңіз ба, сенбедіңіз ба? Бірінші сенбедім. Өзім мегастройда жұмыс істеймін. 200 адам, бәріміз ешкім сенбегенбіз. Таныстарымыз да жоқ деп ауырып жатқан. Сосын бізде общий анализ алды жұмыста бәрімізден. И менде положительный шықты. Үйге жіберді карантинға. Бұл кезде симптомдар болған жоқ еді. Сосын тамағым ауырып бастады. Сосын кеудем қысты. Уже кеудем қысқасын скорый шақырдым. Осы инфекционка қалып келді. КТ-ға түсірді. Сосын воспаление легких менде болды 50%. Сол енді емдеп жатыр, антивирусный таблеткалар, антибиотик беріп отыр. Қанша күн болды жаттаңызда? Уже 4-ші күн болды. Жағдайыңыз дұрыс алып қалды ма? Дұрыс алып келеді. Бірінші күн вообще тұра алмайтын. Тұра алмай келдіңіз ба? Иә, прям ауа тарта алмайсың. Тынысын тарылып. Сол кезде прям түсіндім коронавирус. Бар екен. Бірден миыңызға Потому что грипп ол ондай вообще никогда болмады, кеуде қысу деген. Қазір бізді көріп отырған көрермендер бар. Дәл сенің осыдан бір 15 күнгі жағдайыңда жүрген, яғни шауып жүрген. Оларға не деп айтар едіңіз? Сақтанып жүріңіздер. Өте қауіпті ауру екен. Ең басты техника безопасности ғой. Өз-өзіңізді қарап жүріңіз. Өйткені өзіңіз ғана емес, үйдегі үлкен кісілер бар. Олар одан да ауыр көтеріп. Мен өзім бір аулада бірнеше үйімізде әжеміз бар. Сол кезде сразу өзім самоизоляцияға отырдым. Сол енді не айтайын. Үлкен кісілер қалай жағдайлары жақсы ма? Жақсы, олардан сразу алды ғой, мен бүкіл туысқандарын тапсырды. Карантинда ма ол кісілер?
Жоқ, олар да отрицательно шықты, вообще карантинда, енді еден шықпай жүр. Сен қайдан жұқтырып алдың деп ойлайсың? Сол жұмыста енді қанша адам контактировать етесің, сол бір адамнан жұқтырып алғанша білмейміз енді. Сау болып кет енді. Рахмет. Көзіміз жетті, бізде сенбей жүрген адамдардың біріміз ғой негізі. Сондықтан да Ержан Амантайұлына жаңағы сұхбат барысында айтқан ғой, сіздер айтасыздар, көрсетіңіздерші бізге, көзімізбен көрейік, реанимацияны көрейік, ауырып жатқан адамдарды көрейік. Екі апта бұрын бізде осылай жүргенбіз. Реанимацияны көрдім, жүрегім ауырып шықты. Сол реанимацияға баратын науқастар менің отделениемде жетеді. Осы жерде жағдайлар нашарлап кеткен жағдайда. Сонда сол. Мен бірден сол жаққа. Енді сіз реанимацияға жібермеңіз. Осы жақтан қайтарсаңыз үйіне. Үйіне жібереміз. Иә. Сондықтан да еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Реанимацияға жібермей, осы жерден емдеп. Жігіт уже жұмысқа жарақтапты ғой. Жақсы, рахмет, Сауытбек. Рахмет, ашықтығыңызға, халыққа түсіндіргеніңізге көп рахмет. Сауығып кетіңіздер. Рахмет ағам. Еңбектеріңіз жансын. Ағамызға көп рахмет енді. Жаңағы науқас бауырымызды көндіріп, халыққа түсіндіру жұмыстарына атсалысқанына рахмет. Еңбегіңізді қалай? Бағдарламамызды бәрін жанұя болып көреміз. Көрдіңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Жақсы. Науқас біз керекті материалдың барлығын алдық енді. Анимацияға кірдік, бауырымызбен сөйлестік. Сондықтан да қымбатты достар, мен үшін сіздер ауырмайсыздар, сіздер үшін мен емделмеймін. Соңғы шешім сіздерде, мен барынша қолымнан келгенінше Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Ержан Амантайұлының қолдауымен міне арнайы ауруханаға келдік, мамандар қарсы алды, барлығын көзбен көрдік, телефонға жақсылап түсіріп алды. Сондықтан да сақ болайық, өзімізге өзіміз жауапты болайық, салғырт қарамайық, ауырмайық.